Ассалаумағалейкум достар, қайырлы күн, қалайсыздар? ұбт тест талдау география екінші сұраққа жеттік. Жылдың төртінші маусымы анық, яғни жылдың төрт маусымы анық байқалатын климаттық белдеу. Жауаптар: экваторлық, қоңыржай, арктикалық, субтропиктік, тропиктік. Енді сіз география таңдап тұрғаннан кейін климаттық белдеулер туралы бұған дейін де арнайы біліміңіз болу керек. Енді кемінде, бірақ қазір соны толықтыратын боламыз алдағы уақытта. Жалпы жылдың төрт маусымы дегеніміз, маусым деген сезон ғой, яғни қыс, жаз, көктем, күз деген мезгілдер анық байқалу керек. Яғни бізде қазіргі айтылатын климаттық белдеу андай болмау керек. Ол жерде 6 ай жаз, 6 ай қыс, немесе мүлдем жаз болмайтын жерлер болмау керек деген секілді ғой, түсінікті ме? Яғни осы сондай бір климаттық белдеу бізге жауап ретінде керек. Енді климаттық белдеулер, жалпы климаттық белдеулерді бізде кім бөліп көрсетті? Алисов 13 климаттық белдеу бөліп көрсеткен болатын. 13 климаттық белдеу деген бізде міне мына ортада қатты қою түспен белгіленген, қызыл қою түспен белгіленген, ол бізде экваторлық белдеу, яғни нөл экватордың қақ үстінен өтіп жатқаннан кейін. Одан кейін экватордың солтүстігінде және оңтүстігінде қарай, яғни солтүстігінде субэкватор, оңтүстігінде де субэкватор, иә. Демек, ортада экватор, одан кейін екі субэкватор, үшеу болды ма? Одан кейін оның үстінде міне қоңыр түспен тропиктік, екі жақтан екі тропик, яғни солтүстікте тропик, оңтүстікте тропик, бесеу болды. Одан кейін міне сарғыш түспен субтропик, одан кейін жасыл түспен бізде қоңыржай. Нешеу болды? Біреу, үшеу, бесеу, жетеу. Міне одан кейін көк түспен субарктика, яғни 9 болды, иә. Одан кейін арктикалық және антарктикалық белдеу 11 болды ма? Қайтадан басынан есептейік. Біреу, үшеу, бесеу, жетеу, 9, 10, 13, 11, 13, дұрыс. Енді қараңыздар. Климаттық белдеулер жер шарының ендік немесе субендік бағытта тұтас немесе бөлініп созылып жатқан климатқа қатысты жағынан айтарлықтай біртекті өңірлер. Яғни климат дегеніміз не? Климат ол, мысалға келтірейік, ауа райы дегеніміз 24 сағат ішінде болатын болса, яғни 24 сағат ішінде күннің өзгерісі болатын болса, климат ол жылдық, яғни бір жыл бойы қайталанған циклды ішінде қайталанған режим ғой. Мысалы Қазақстанның климаты шұғыл континентте деп айтамыз. Неліктен? Қазақстанда, яғни қыста, жазда, күзде, көктемде анық байқалады. Яғни бірақ шұғыл континенттік деп айту себебіміз, континенттік неліктен? Ол материктің ішінде орналасқаннан кейін континенттік деп айтамыз. Түсінікті ғой, иә? Кеттік. Одан кейін енді мына жерде жауаптарды қарайық. Экватор, қоңыржай, арктикалық, субтропик, тропик. Суб деген сөз өтпелі деген ғой. Міне қарайтын болсаңыздар, экватор, одан кейін субэкватор, одан кейін тропик дейміз. Демек, тропик пен экватордың арасында өтпелі субэкваторлық. Түсінікті ме? Ал одан кейін тропик пен субтропиктер бейнеленбеген екен, яғни субтропик, яғни қанық түспен бейнеленбей алған. Міне тропик пен қоңыржайдың арасында субтропик, қоңыржай мен арктикалық белдеудің арасында субарктикалық, яғни өтпелі келесі бір кезеңге өту. Яғни осы жерде мысалы қараңыздар, арктикалықта қатты мұз болса, субарктикалықта, яғни мұз азаяды, мұздың түсуі, яғни қардың түсуі аз болады. Қоңыржайда яғни қар жоқ деп алып көрелік те мысалға. Демек, ортадағы азаю процесі осы субарктикалық зонада болды, яғни белдеуде болды. Енді кеттік. Біздерде жылдың 4 маусымы анық байқалатын белдеу климаттық белдеу. Біріншісі экваторлық. Яғни экваторлық белдеу жердің экваторлық өңірін қамтиды. Екі субэкваторлық белдеудің арасында және де тұрақты жоғарғы температурасы, яғни орташа айлық көрсеткіш 24-28, жыл бойы жауын-шашын мөлшері мол, және де бұл жерде жыл бойы, яғни жылы болып келеді. Жыл бойы, себебі күн неліктен? Күн тіке түседі экваторға. Түсінікті, иә? Яғни ысысы, яғни булану әсері мол болғаннан кейін жауын-шашын көп болатын аймақтарға жатады. Экваторлық жауаптың сызбасы берейік. Қоңыржай. Қоңыржай белдеулері. Қоңыржай климаттық белдеуі
міне көріп тұрғандарыңыздай үш түрін беріп қойыпты. Негізі қоңыржай континентті, қоңыржай жаңбырлы, қоңыржай ормандық қарлы. Жалпы негізгі ерекшелік ретінде негізі жауап осы болады. Неліктен? Себебі біздерде қоңыржайда 4 климаттық белдеу анық байқалады. Оған қарапайым мысал қаласаң, қоңыржай климаттық белдеуінде орналасқан. Түсінікті ғой, иә? Енді арктикалық, субтропик, тропиктік түсіндіріп кетейін. Енді сонда да арктикалық белдеу, яғни Антарктиданы және оны қоршап тұрған мұхит суларын қамтитын жердің қиыр оңтүстік географиялық белдеуі, яғни көрсеттім ғой жаңа картадан көрген. Демек антарктикалық белдеу бізде 6 ай суық, 6 ай жаз, яғни 6 ай қыс, 6 ай жаз болатын мекендер, яғни үнемі суықтық сақтап тұратын өңір. Одан кейін субтропик пен тропик. Тропик дегеніміз ең ыссы жер, ең қатты ыссы дегенде құрғақ жерлерде, тропиктік белдеулерде құрғақ болып келеді. Неге десеңіздер, міне қараңыздаршы, картада көрсетіп тұрғандай Сахара шөлі болсын, Австралияда көптеген жерлер болсын, көріп тұрғандарыңыздай, міне Намиб шөлдері болсын, яғни Калахари шөлдері болсын, Намиб шөлдері, Калахари шөлдері болсын, түрлі шөлдердің бәрі осы тропиктік белдеулерде орналасқан, иә. Демек, яғни тропикте күн өте құрғақ болып келеді. Арктикалықта күн суық, қоңыржай 4 мезгілде анық байқалады. Экваторлықта өте жаңбырлы, жауын-шашынды болып келеді, иә. Демек, сұрақтың жауабы 4 маусым анық байқалатын климаттық белдеу, ол бізде қоңыржай.